Сол кіріп кеткен қыздың дауысын естіген кезде Қалайыңдың бәрін шығарып тастадым да балаларымды отырғызып қойдым ішіне. Паника ойлады, мына өртен құлайды деп. Халық алдында үлкен бір ерлік көрсетті деп ойлаймын. Көшіп келген адам ғой енді. Үйін жинап қойған ғой, матрасын, кілем, паластарын. Арғы домды, арғы бұрыштағы дом бір жерде. Соны біз сындырып, ана матрастарды алды. Жігіттердің бәрі алдық. Сол кілем мен матрас көп құтқарды. Мысалы, 4 этаждан 5 этаждан секіріп жатқандардың бәрі матрас, оның астына матрасты қойдық та, матрастың үстіне кілем тартып тұрдық. Кілемді 2-3 қабаттап кілемді. Сол кілемнің өзі көп адамдарды құтқарды. Мысалы, көбіне балаларды құтқардық. Өйткені балаларды лақтырды, ана батут сияқты ұстап тұрдық. Пока честер бәрі жинап ана нені келгенше. енді бірінші иісін сезе бастаған кезде сразу әйеліме айттым, жаңа бала-шағаны жина далаға шығыңдар дедім. Оларды лестницаға жеткізіп шыға беріңдер дедім де өзім 16 этажға жүгіріп шығып кеттім жаңа көршілеріме. Өйткені байқадым да дым көтеріліп жатқаны бірден 16-ға барады ғой. Сол 16-тағылардың барлығын ескертейін деп барлығын есігін тарсылдатып шықтым. Сол 16-тағы көршілерімді шығарып алдым. Мен кеше интервьюда мен 3-4 адам ғана деп айтыппын. Бірақ та қазір көршілерім бәрі айтып жатыр, жаңағы рахметін айтып жатыр келіп. Мен 3 бала, мен шоковый состояниеде оқығам. Әйтеуір қолымнан келгенше жүгіре бергем. Сол жаңағы соңғы алып шыққаным кішкентай 1 жасар нәресте болды. Сол кезде ғана қатты қиналып қалдым, өйткені менде кішкене дыхалка жетпей қалды. Уже соңғы мен уже 6 рет шығып түскеннен кейін 16 этажға уже қиналып қалдым да, жаңағы сол кіріп кеткен қыздың дауысын естіген кезде. Сонымен шығып келе жатқан кезде өзімде әрең айналып, әрең шықтым. Содан кішкене уланып, жаңағы дәрі-дәрмегімді алып осы жерде 103-тің қызметіне жүгіндік. Сонымен қазір Аллаға шүкір. Негізі бұл ана әрбір өртенген жоқ. Бұл ана шахтадан кетті ғой. Сол кезде түтін тез ғой, тарайды ғой. Сол кезде түтін барлығы үйде ана есікті ашқан кезде тем более кіріп кеткен кезде елдер паника ойлады, мына өртен құлайды деп. Мен өзім ойым. И сразу үйлі ана жасты көбіне секірді бәрі. Осы жерде біз өзіміз достарымыз бар. Солардың үйіне тарқап мына көрші деген сияқты сөйтіп кімнің туысқаны бар, сояқа адамдар шашырып кетті. Бірақ кешкісін әйтеуір мына Пегастан тамақ берілді, солай кішкене халыққа көмектесті. И сосын Асия деген магазин, ана жерде Айкылар деген магазин. Солар мына жерге пожарный келіп жатқан кезде де суларын, жаңағы нелерін, айран, сүт, полный барлығын сол магазиндер үлкен көмек көрсетті. Ел құтқарып, бір-біріне көмектесіп, сөйтіп атты, біреулер құлап атқандарды 4 жақтан ұстайды да еркектер мына жерге шығарып тастап, неге білмеймін, әйтеуір тез болып атты. Сондықтан мен ойлаймын, қазақтың жігіттеріне де үлкен ерлік көрсетіп, қатты көмектесіп, бірігіп келіп. Сосын аяқтағы жұмыс жасап атқан түрік жігіттерде мынау стройка жасап атқан, олар да үлкен кәдімгідей халық алдында үлкен бір ерлік көрсетті деп ойлаймын. Лестницаны алдық, лестница апасына болды. Лестница апасына болғаннан кейін дос балалар көмектестілер, рахмет. Onlar көмектескеннен кейін мен сол жерге шықтым өзім. Біреу түсірдім балаларды. Лестницамен түсірдіңіз? Лестницамен емес. 16 этаждан? Қалай? Тросмен шықтым. Өзіңіз қорықпадыңыз ба? Есіне келмейді ол уақытта. Кішкентай бала болғанда есіне солай қорқып келмейді. Өзіңіздің балаңыз бар ма? Конечно, балам бар, 1 қызым бар. 2 қызым. Қай жақтан келдіңіз өзіңіз? Ben Turciyadan geldim. Қай қаладан? Turciyanın Sivas деген қаласы var. Sivas. Benim de сол жерде 1 қызым бар. Kim болса да разница жоқ. Обязательно көмектеседі. А бұған дейін пожарные еще не приехали, да? Правильно понимаю? Пожарка общими силами. С нами и пожарный был. Тоже хотим его поблагодарить. С нами 2 пожарных было. И все вместе мы наверху помогали людям. Спасибо вам большое, ребята, что вы вот помогли. Түркия халқына үлкен рахмет. Сізге көп рахмет. Көмектескеніңіз үшін. Рахмет көп. Біздің ел дайын емес. Мына жерде каждый балконда пожарный лестница болу керек. Мына балкондардан. Содан түсуге болып түседі. Пожарный лестница бәрі бар 4 этажға дейін. 5 этаждан ары қарай кетеді. Қараңыз, мына жан-жақтың бәрін қараңыздар. Мына үйлерді мысалы мен өзім лично айттым. Ана пожарный лестницаның астындағы квартира, алғанда лестницаның астына не қойып тастаған ғой. Шкаф, жаңағы холодильник, анау қойып. Сол негізі былай, негізі ол ашық тұру керек. Паниковать етпей, жаңағыдай. Қолдан келгенше отбасың болғаннан кейін, өзің отбасың соң амал жоқ, құтқару керек болды. Одан кейін пожарный нені
аштым лестницаны ше, ашсам астындағылар сым темірмен байлап тастапты. Енді қаяқтан күш, бір Аллам күш берді ма маған, екі тарап жұлып алдым ана шыны керек. 14-ке түстім, 15-ке түстім, 15-тен 14-ке жұлып алдым. 14-ке жұлып алдым, уже 14-ке түстім, 13-ті барып жұлайын десем күшім жоқ. Сөйтсем, ол жерде тоже екі қыз, бір мамасы тоже тұншығып жөтеліп жатыр екен. Уже қарадым, уже түсіндім мен, ары қарай уже шығара алмаймын мен, шамам жетпей қалады. Жүріңдер деп біздің қайттан үйімізге көтерілді де, ана жерге палас жедім, үстіне су төге бердім. Сөйтіп амал жоқ, сөйтіп құтқарып тұрдық, сырттан пожарныйлар келді, бүйтіп сөйтіп сонымен әйтеуір. Тілеужан көршім молодец, есік тарсылдады, бір уақытта қарасам. Уже менде уже анандай болып баратыр ғой, менде уже. Халайық деген бәрін шығарып тастадым да, балаларымды отырғызып қойдым ішіне. Енді на крайний случай уже талып баратсам, халайық жабылып уже кетемін де. Амал жоқ енді, Аллаға шүкір аман қалдық қой. И Тілеужан есік тарсылдатты, ашсам Тілеужан келіп стабаға мен. Жайсық, мен ғой нормально деді. Уже артынан қарасам, милиция мырзалар, пожарный кісілер бәрі. Уже екі баламды алды да басына орамал жапты, жүріп кетті ғой. Одан біз алып шықты ғой, қолымыздан ұстап. Айта кететін, мысалы, мына жерде сигнализация болу керек қой каждый домда. Негізі пожарный да. Бұл жерде біз кіріп, Тілеужан өз басты, бір секунд тың деді, болды, басқа звук жоқ. Ол деген ұзақ уақыт болу керек қой. Сигнализация болғаннан кейін ше. Ондай болмады да. Кішкене ұзағырақ болған кезде ол может адамдар ретірақ шығып үлгеретін бе еді. Жоғары жақтағылар ше. Негізі бәріне Аллаға шүкір жақсы деп қуанып отыр едім, бірақ қайғылы жағдай жоқ деп. Бірақ соңында осы қазан естіген кезде қатты жүрегімізге батты. Енді өте жақсы, өте тамаша кісілер, біз отбасымызбен араласамыз. Енді Алла алдынан жарылқасын. Мен қатты бір өкінетім, енді сол қызға бір көмек үшін созамай қалған мен енді, бірақ үстінен бастағаннан кейін ол кісілерде түседі деген ниетте болдым. Енді ол жерде таңдайтындай уақыт болған жоқ. Бір-біріне кіріп тоқылдатып, солың арқасында 5-ші этажға дейін, 4-ші этажға дейін түсіп үлгерді. 4-тен жоғары қарай үшін адамдар қиын жағдайда қалды ғой, былайша айтқанда. Действительно, кәдімгі алдындағы, мысалы, микрофон тұр ғой, осындай жерді көрмейсіз ғана түтіннен. Мен өзімде кіріп көрдім ғой жоғары қарай. Сонымен өзім былай кіріп кеткем, уландым да, содан қайтып обратно шығып кеттім. Ақша жинап жатырмыз. Мына жерде бүкіл ненің ақшасын мына жерде бүкіл домдар өздері, каждый домның өз жауапты адамы бар. Соған ақша жинап береді. Сол кісілер мына Тілеужан бауырымызға жібереміз барлығымыз. Сол Тілеужан кімде қандай жағдай бүкіл больницаларға барып тексеріп, кімге қандай көмек керек, кімге қанша ақша керек деген сияқты. Соның бәрін сол кісі өзі аударып, өзі сонымен айналысады. Алып сұр табалабымыз жоқ енді. Бәріміз үйсіз-күйсіз қалдық қой қазір. Әркімнің жаңағы бір спорт залда болмаса жаңағыдай басқа жерде бір жатқымыз келмейді. Осы үйімізге қайтып оралсақ деген, бірақ енді осындай нәрсе болмас екен деген Алладан үміт, екінші осы басшылардан үміт, осыны бір жақсылап тексеріп, жаңағы қайтқан көршіміздің енді өлімі бекер болмасын, жаңағы көрсін, сол кісінің енді ешкімді де кінәлағым келіп тұрған жоқ, бірақ та анық-қанығын білсін, неден болған барлығын нақты нәтижелерін көрсетсін деген талабымыз бар. Енді бұл талап деп те айтуға келмейді, өтінішім, мен жеке өтінішім өзім.